Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Қасымхан Алдашев. Бүгін хабарымызда көретіндеріңіз. Павлодарда елорда күніне орай көп қабатты үйді тапсырды. 72 отбасы қоныс тойын тойлады. Солтүстік өнеркәсіптік аймақтағы кәсіпорында ірі өртті 2 сағат сөндірді. Битум қабылдау орны жанып кетті. 400-ден аса үй ыстық сусыз отыр. Кейбіреулерінде қайнақ 1 айдан аса уақыт бойы жоқ. У нас получается сейчас в данный момент 2 двухэтажки, вот 9-этажка и 2 пятиэтажки. В каждом доме получается сколько людей. Это, извините, и маленькие дети, есть пожилые люди. Күрделі жөндеу облыстық көркем сурет музейінде көрме залдарының жаңартуы басталды. Бетондар фабрикасы бетон, ФБС, шығыршықтар, тосқауылдар мен аражабын тақталарын жүзеге асырады. Телефондары 78 32 32, 78 42 42. Теледидардағы жарнама әрқашан тиімді, әлеуметтік желілердегі жарнама әрқашан өзекті. Жарнамалық ақпараттық қызметтерді көрсету саласындағы сенімді серіктес Ирбис телеарнасы тиімділік пен өзектілікті біріктіруге көмектеседі. Супер тиімді бағамен бейнероликтерді орналастыр. Сәтті уақыт басталады, келісім шарттар жасалады. Ирбис ТВ, сіздер үшін біз барлығын жасаймыз. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. 72 павлодарлық отбасы қоныс тойын атап өтті. Елорда күніне орай Павлодар қаласының әкімі Сарыарқа шағын ауданындағы жаңа үйдегі пәтерлердің кілтін табыстады. Баспана иегерлерінің ішінде Нұрлы жер бағдарламасының қатысушылары, дәрігерлер, педагогтер, полицейлер, әскерилер мен өндіріс қызметкерлері өз әсерлерін біздің тілшімізге айтып берді. Машраповтар жанұясы толқуда. Бұл олардың алғашқы баспанасы. Отағасы дәрігер болып жұмыс жасайды. Ағасымен бірге тұрған екен. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жүйесі бойынша 3 жыл ақша жинапты. Бір бөлмелі пәтерге кішкентай қызымен бірге көшуде. Очень хорошие условия. Ұсынған талаптары тиімді болды. 20% алғашқы жарна, жылдық сыйақы 5%. Қазір менің жұбайым декреттік демалыста екен есепке алсақ, мен ғана ақша табамын. Несие 7 жылдық сомма үлкен емес, ай сайын 25 мыңнан шығады. Район нам очень понравился, хороший район, это новый район. Аудан ұнады, жана. Бұл жер әлі де кеңейеді. Саябақтар, балабақшалар пайда болады. Циолковский 12 бөлшек мекен жайындағы үйді Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 2019 жылы сала бастаған. Көктемде, яғни уақытында тапсырды. Канун праздника. Елорда күні қарсаңында 72 павлодарлық отбасы өз қоныс тойын тойлады. Бұл дәрігерлер, полиция қызметкерлері мен әскерилер, кәсіпкерлер мен өнеркәсіп жұмыскерлері. Соңғы жылдары Павлодарда құрылыс көлемі айтарлықтай артты. Ескі 2 қабатты үйлердің орнына жаңа көп қабатты зәулім үйлер салынуда. Жаңа баспана жайлы болады деген сенімдемін. Бүгінгі пәтер иелері тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жүйесінде ақша жинағандар. Олардың жартысы кезекте тұрғандар болып шықты. Бұл 27 отбасы. 72 пәтердің 36-сы 1 бөлмелі, тағы 18-і 2 және 3 бөлмелі. У меня были накопления в течение 3 лет. Мен 3 жыл бойы ақша жинадым. Әкімдікте кезекте тұрғандықтан Нұрлы жер бағдарламасы бойынша конкурсқа қатыстым. Бүгін жинаған ақшама 2 бөлмелі пәтерді 9 жылға алдым. Шаршы метр 140 мың теңгеден. Бұл қазіргі уақытта өте тиімді шарт. Себебі қазір жас қызметкерге пәтер алу өте қиын. Банк по условиям своих программ. Банк өз бағдарламасының шарттары бойынша салымшыларын төлем қабілеттілігі бойынша тексеріп пул жинайды. Содан кейін бізге тізім жібереді. Әрі қарай біз олармен сатып алу келісім шартын жасаймыз. Артынан олар әділет органдарына тіркеліп, банк қарызы бойынша келісім шарт жасалады. Дәстүр бойынша Павлодардың әкімі қоныстанушыларға қонақ ретінде бас сұқты. Жаңа пәтерге тоңазытқыш сыйлады, ал Сарыарқаны салу жалғасуда. Айтмұхамбет Айғожа, Ольга Шкрет, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Аймағымыздағы әлеуметтік осал тобына жататын 30 мыңнан астам адам біргеміз қорынан 50 мың теңгелік көмек алды. Жалпы сомма 1,5 миллиард теңге. Ал 4-ші толқын күні кеше аяқталды. Алда бизнес жаңалықтары. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы.
Біргеміз қорынан алғашқы төлемдер халықтың әлеуметтік осал топтарына сәуір айынан беріле бастады. Бірінші және екінші толқын 100 мыңнан аса тұрғыны бар қалаларды қамтыды. Аймағымызда ол Павлодар мен Екібастұз, 3-ші Ақсу қаласы мен 4 аудан, 4-шісі күні кеше аяқталды. 4 толқын аясында 30 мыңнан астам аз қамтулы отбасылар 50 мың көлемінде көмек алды. Бүгінгі күні қалған 6 ауданның, шалғай ауылдарының тұрғындары осындай көмекке ие болды. Жалпы Павлодар облысы бойынша 30 мыңнан астам 1,5 миллиард теңгеге көмек алды. Нұр Отан партиясы өкілдерінің айтуынша 50 мың теңгелік көмекті қайта алу бойынша тұрғындардан сұрақ көп түсуде. Төлем бір реттік екенін еске салуда. Айта кету керек, бұл көмек бір отбасына бір рет қана беріледі, өйткені көптен көп сұрақтар болады, тағы да бола ма екен деп. Жалпы бір рет 50 мыңнан бір отбасына берілетін көмек. Біргеміз қорынан төлемдер демеушілер қаражат аясында берілуде. 50 мыңды тек көмекке мұқтаж адамдардың 7 категориясы ғана алады. Тізімдерді әлеуметтік қорғау бөлімдері ұсынды. Қасымхан Алдашев, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аймағымыздағы жалғыз толыққанды мұз айдынының жөндеуін бастауға көмектесті. Бұл жерде хоккейден еліміздің бірнеше дүркін чемпионы Павлодарлық Ертіс жасөспірімдер мен балалар командалары үйдегі ойындарын өткізеді. Оған қоса әуесқой ұжымдар мен мәнерлеп сырғанау үйірмелері де осында. Алғашқы кезекте ескі шатырды ауыстыру тапсырмасы тұр. 10 жылдан кейін одан су аға бастаған. Было выделено 157 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінді. Біз бұл тендерде құнын 10%-ға төмендетіп, жеңіске жеттік. 140 миллионға жуық қаражат шықты. Сымдарды ауыстыруға 57 миллион теңге бөлінді. Сол жерде бағаны төмендеттік. Мұз айдыны бойынша шатырдың жабынын толықтай ауыстырамыз. Қазір мұз айдынына тек бір жақтан ғана келуге болады. Ғимараттың айналасы қазылған, күштік кабель ауыстырылуда. Жаңасының сырты қорғасынан жасалған болады. Жоба бойынша ұзындығы 7 километрден асады. Замена кабельной линии 10 км. 10 киловольтты сым ауыстырылады. Мұз айдыннан қалалық және солтүстік қосалқы станцияға дейін 1200 метрден асады. Кабельдерді ауыстыруға 20 адамнан құрылған бригада жұмылдырылған. Дәл осыншама адам шатырды қайта құруға жауапты. Көбісі жұмыспен қамту орталығына жүгініп осы қызметке тұрған екен. Бастысы орталық табло ауысады. Ескісі өз мүмкіндігінің тек 30%-на ғана жұмыс жасаған. также параллельно Кубты ауыстыру бойынша жыл басында конкурс жарияланған болатынбыз. Шілде айының соңында қарағандылық компания оны қоюға уәде берді. Маусым басталғанда біз командалар мен қонақтарды қарсы алуға дайын боламыз. Суыту құрылғысын жаңартамыз. Былтырғыдай мәселе туындамас үшін тозу бар. Ол ешқашан жөндеуден өтпеген. Барлық жұмыстарды кезекті маусым басына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Бұл қыркүйектің басы. Келесі жылы мұз сарайының техникалық базасын жаңартпақ ойлары бар. Қасымхан Алдашев, Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Мұндай әлі болған емес. Керемет сынап компаниясынан ыстық жас науқаны қызу 50% жеңілдіктермен сіздер үшін әлемдік өндірушілерден үздік өнімдердің мол түрлері, ұзақ жанатын қазандықтар, жылыту радиаторлары, су жылытқыштар, мұнша пештері, сонымен қатар мұнда сіз ванна бөлмесіне арналған жиһаздар мен керек жарақтарды таңдай аласыз. Душ кабиналары, ванналар мен сан-фаянс. Керемет сынап дүкенінде тиімді сауда жасауға асығыңыз. Циолковский көшесі 24. Павлодарда қағаз қабылдайтын ғимарат отқа оранды. Өрттің жалпы аумағы 1200 шаршы метрді құраған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ақпараты бойынша бұл ең қауіпті өрт деңгейі болып саналады. Бұрынғы картон рубероид зауыт аумағындағы өрт туралы хабар диспетчерге түнгі 2:45-те түскен. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғимаратында битумды қыздыру ванналарының біріндегі қалдықтар өртенген. Жалын кезінде төбенің опырылу қаупі туындаған.
Всего на тушение пожара было задействовано 43 Жалынды человека личного ауыздықтауға состава өрт сөндіру ГУ қызметінің службы жеке құрамы мен өрт сөндіруші акционерлік қоғамының 43 адамы мен 14 техника бірлігі жұмылдырылды. Тілсіз жауды ауыздықтау кезінде ғимараттың үстіндегі темір бетон құрылымдардың құлау қаупі туындады. Абырой болғанда құрбандар мен жапа шеккендер жоқ. Тілсіз жау таңғы сағат 4:40-та ауыздықталған. Қазір мамандар жалыннан келген шығынды есептеуде. Бибі Нұрхамедқызы, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Ресей коронавирус инфекциясын емдеу үшін дәрі жеткізе бастады. Қазақстанға да бұл әкелінбек. Бұл мәселе бойынша бірқатар келіссөздер жүргізілген. Бүгінде әлеуметтік желілер мен қазнетте қызу талқыланып жатқан тақырыптардың бірі. Ал Ирбис телекомпаниясының Instagram аккаунтындағы Успенка ауылында қалып қойған Новосібірлік цирк туралы жаңалық көптеген адамның мейірімін оятты. Адамзаттың коронавирус індетімен күресіндегі қуанышты жаңалықтардың бірі пайда болды. Маусым айында дәрі 34 Ресей аймағы мен Беларусь республикасына жеткізілген. Келісім бар. Жаңа препаратқа 50 мемлекет қызығушылық танытып отыр. Комментарийлерде адамдар бұл ақпаратты қуанышпен қабылдады. Осы індет жерден жоғалып, адамдар ауырмаса екен. Алла қаласа барлығы өз орнына келеді. Біз қалыпты өмірге қайта ораламыз. Бір жақсы жаңалық бар екен ғой. Педальды шатастырып, генерал Дүйсенов 11 мекен жайындағы нөмір 2 сот ғимаратының қоршауына соғылды. Ерекше жол көлік апатының бейне жазбасы Павлодар облысы полиция департаментінің парақшасында пайда болды. Жүргізуші 610 баптың адам денсаулығына зиян тигізуге, көлік құралының және басқа да мүліктің бүлінуіне әкелген жол қозғалыс ережесінің бұзылуы деген бірінші бөлімі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады деп жазылған. Ирбис телекомпаниясының аккаунтындағы пандемия кесірінен Павлодар облысында қалып қойған ресейлік цирк туралы ақпараттық пост санаулы сағатта шамамен 200 комментарий жинады. Адамдар аңдарды үйретушілерді, жануарларды да аяды. Реквизит ашыңыздар, ақша жинайық, бүкіл әлем болып құтқарайық. Ертең Успенкаға барамын, экспедитор болып жұмыс істеймін, машинада көп орын жоқ дегенменде аңдарға біраз азық-түлік алып кете аламын. Басқа карантин басталмай тұрғанда жібермей ме? Павлодарлық жануарларды қорғаушыларда көмек қолын созды. Олар өз парақшасында Успенкаға 4 аяқты әртістерге азық-түлік апара жатқандарын жеткізді. Бүгін 10 павлодарлық отбасы Хаги Павлодар фирмасынан алғашқы қажеттілік тауарларын алды. Сыйлықтар қиын жағдайда қалған жандарға таратылды. Адамдардың қуанышына ортақтасқан тілші жалғастырады. Хаги Павлодар фирмасының қызметкерлері бүгін тағы 10 отбасыға бас соқты. Көп балалы аналарға ерекше көңіл бөлді. Маржан Темірбаева 4 баланы жалғыз тәрбиелеп отыр. Қазір пандемия кезінде бүлдіршіндер ауылда дейді. Дегенменде барлық сыйлық оларға міндетті түрде жетеді. Это существенная помощь для Бұл көп балалы отбасылар үшін үлкен көмек. Барлығын қамту қиын екенін түсінемін. Фирмаға, мейірімді жандарға алғыс айтқым келеді. Көп балалы отбасыларды ешқашан ұмытпайды. Қажеттінің барлығын әкелген. Он, жарма, күнбағыс майы, сүт өнімдері, тауық еті, кәмпит және тағы басқалары. Бүгін мүгедек баланы тәрбиелеп отырған Анастасия Шефнерде Хаги Павлодардан осындай жиынтықпен жаялы қалды. Баланың орталық жүйке жүйесі зақымдалған. Данил өздігінен тамақ ішіп, жүріп отыра алмайды. Ұлымды қалдырып жұмысқа шығу мүмкін емес дейді әйел. Георг Шпейзер оларға қолдау танытқанына дән риза. Все, что мы получаем. Мүгедектік бойынша алатын ақша пәтер жалдаудан аспайды. Азық-түлікпен балаға жаялыққа да ештеме қалмайды. Мен жұмыс істей алмаймын. Себебі балаға үнемі оттек аппаратын қосып отыру қажет. Біз 3 күн бұрын ауруханадан шықтық. Баламның 3 рет жүрегі тоқтап қалды. Біз ауруханада жатқан кезде Хаги фирмасынан Анастасия деген қыз хабарласты. Бізге көмек ұсынды. Азық-түлік болса да үлкен қолдау ғой. Себебі мемлекет менікіндей балаларға көңіл бөлмейді. Қайырымдылық акциясы мұнымен аяқталмайды. Алда әлі көмекке мұқтаж адамдарға көрсетілетін игі істер жетерлік. Айдмұхамбет Айғожа, Айзелзі Сабай, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. 13 жыл пәтерге кезекте тұр. Екі баласы бар павлодарлық Сабина Хабибулина заңды баспанасын алу үшін осыншама уақыт күтуде. Жан айқайын әлеуметтік желілерде жариялады. Алдағы сюжетте толығырақ. Екі баласы бар жетім Сабина Хабибулинаның тағдыры жайлы әлеуметтік желілерде павлодарлық блогер Валентина Толмачева жариялады.
Бүгін біз пәтерден шығып жатырмыз. Киімдерді өз танысыма балконға қоя тұруға жібердім. Балаларымды уақытша құрбыма жібердім. Ал өзім есік алдында отырып, жылап сіздерге жазып отырмын. Қыздарының бірін әйел шынымен де танысына жіберген тамақтану үшін, екіншісі Каринамен жаңа баспана іздеуге жөнелді. Әзірге бұл орындық қана. Қажетті білімі мен тұрақты жұмысы жоқ Сабина Хабибулина балаларымен бірге уақытша ақша табумен күн көруде. Өзінің жеке пәтері жайлы армандайды. Кезекте тұрғандар тізімінде құжаттарын тұрақты түрде жаңартып отырады. 4 года я стояла на одном месте. 4 жыл бір орында тұрдым, 92-ші болып. Бұл 4 жыл бұрын болған. Жыл сайын құжаттарды жаңартамын, алайда бұл жағдайды өзгертпеді. 29 жасқа дейін шектеу бар екенін естідім. Желтоқсан айында 30-ға келемін. Мені кезектен алып тастауы мүмкін. Пәтерсіз қаламын ба деп қорқамын. Я устала уже переезжать. Мен көшіп шаршадым. Өзімнің жеке бөлмем болғанын қалаймын. Анамды да аяймын. Қалалық қаржы бөліміндегілердің айтуынша жетім категориясы бойынша кезек жалпы тәртіппен жүруде. Ешкімде жеңілдік жоқ. Сабина пәтерді алады. Басты сұрақ қашан? В 2017 году она была у нас 2017 жылы ол тізімде 125-ші болды. 2018-де 96-шы, былтыр 70, биыл 69. Кезектің жылжуы тұрғын үйлердің салуына байланысты. Былтыр халықтың әлеуметтік осал топтары үшін үйлер болмады. Биыл 108 пәтерлік үй салыну жоспарлануда. Оның кезегі жылжиды. 30 жасқа жеткен кезде оны кезектен алып тастамайды. Бұл заңда жазылған. Жетім балалар баспана алғанға дейін кезекте тұрады. Біз жүгінгеннен кейін жетімнің мәселесі тыңдалды. Жай ғана уәдемен емес, нақты істермен жәрдемдесті. Жақындағы постта былай делінген. Маған пәтердің 3 ай жалдық ақысын төлеген демеуші табуға көмектесті. Сіздерге рахмет. Сіздердің жедел түрде әрекет етулеріңіздің арқасында біз далада емес, пәтерде тұрып жатырмыз. Ирбис телекомпаниясы Сабинаның тағдырына бақылау жасауды тоқтатпайды. Міндетті түрде оны қоныс тойымен құттықтаймыз. Себебі бұл оқиғаның соңы сәтті аяқталуы керек. Қасымхан Алдашев, Артем Буланов, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Мир көшесіндегі нөмірі 37 және жақын маңайдағы көпқабатты үйдің тұрғындары бір айдан аса уақыт бойы апат қашан жойылатынын күтуде. Адамдар күнделікті суық сумен жуынуға шаршадық және үйде кішкентай балаларымыз бар дейді. Қанша көпқабатты ыстық сусыз отырғанын тілшіміз білді. Мир көшесіндегі нөмірі 37-ші үй мамыр айынан қайнақ сусыз отыр. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, оны гидравликалық сынақтар барысында сөндірген. Артынан энергетикалық компанияның сайтында су 30-шы маусымда беріледі деген ақпарат пайда болды. Қазір шілде айы, қайнақ су жоқ. Көршілес үйлер де осындай мәселеге тап болды. У нас получается сейчас в данный момент Бізде қазіргі кезде 2 қабатты үйлер, 9 қабатты және 2-5 қабатты үй ыстық сусыз отыр. Оларда қанша адам бар, кішкентай балалар және зейнеткерлер тұрады. Құбырлар жекеменшікке тиесілі ғимараттан өтеді. Дело в том, что Құбыр зақымдалып, жөндеу орталығының жертөлесін су басты және ыстық су сөндірілді. Адамдар күнде қашан береді деп сұрайды. Біз хабарласқан кезде тұтқаны ешкім алмайды. Енді не істейміз? Адамдар бір айда коммуналшылардың келіп жөндеу жасаған көрмеген, зақымдалған жер қазылмады. Ал су беру мерзімі 9 шілдеге шегерілді. Тұрғындар қайнақсыз отырып шаршадық дейді. Во-первых, дети маленькие, сами знаете, общежитие это такое дело. Біріншіден кішкентай балаларымыз бар. Бұл жатақхана болғандықтан ыңғайсыздық туады. Бүгінде коронавирус індеті таралып жатыр. Қолды жуып, тазалықты сақтау керек дейді. Көмектесіңіздерші. в связи с высоким процентом... Желілердің тозу көрсеткіші жоғары болғандықтан жаңа жерлерде апат орын алады. Бұл өз кезегінде қосу мерзімін шегереді. Тағы да айта кететінім, жылу берушілер ең алдымен көп желіге қосылған үйлердің құбырларын жөндейді. Бүгінде қайнақ сусыз 400 көп қабатты үй отыр. Мекен жайлардың басым бөлігінде күрделі және орташа жөндеу жүріп жатыр. Айтмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Бұл қашан аяқталады? Ладожская көшесіндегі тұрғындар шенеуніктерге осындай сұрақ қоюда. Құбырды қазып тастаған, ал еш жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ дейді адамдар. Сонымен қатар павлодарлықтар ретсіз қоқысқа наразылық білдірді. Бейне жазбаларды мобильді қосымшаға жіберуде. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Мега сауда үйінің жанындағы орналасқан кіші залдың жұмыс жасайтындығы жайлы хабарлаймыз. Сіздерді бұрынғы мекен жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы.
Кувшинова 12. Городская территория. Детская площадка, так называемая. Горка детская тоже, так называемая. Вот, видите, что? Вот тут дети играют. Вот эта куча уже неделю не убирается. Почему-то на вот этот район это лесозавод. Всего 3 бака. 3 бака. Вот это неделю не убирается, и вот такое творится. Рядом мы, дача. В прошлом году был страшнейший пожар. Садоводство «Яблонька», аллея Яблоневая. Каждый год одно и то же. Куча мусора, который валяется возле крайних дач. И сами дачники, которые идут с дальних дач, бросают. Сколько раз обращались в садоводство, просили дачников, чтобы не оставляли здесь мусор. Причем мусор, еще видно, он еще осенний валяется кое-где. Привезли мусорные баки во двор Каирбаева 76, поставив их без всякого ограждения возле игровой площадки, где постоянно гуляют дети. Так как здесь стоянка и вокруг баков вечно будут стоять машины, вовремя мусор вывозиться не будет. КСК «Сокол» сказала, что заасфальтируют эти лужи и на ее месте переставят эти баки рядом с подъездами. Вопрос: почему нельзя переставить эти мусорные баки, например, к гаражам подальше от домов? Город Аксу. Вот так бюджетные деньги пристраивают. Годами эта разруха лежит. Никому не надо. Все, уехали. Дальше благоустраивать. Ладожская, дачный микрорайон. Вот это вахханалия уже творится. Бог знает сколько времени, конца и края нету. Вот. Улицы не делаются, ничего, все разбитое. Когда это кончится, пусть ответят чиновники. Айманова 47/1. Спилили деревья. Свалка, мусор лежит уже месяц. Пристанище для лиц без определенного места жительства. КСК бездействует. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Мега сауда үйінің жанындағы орналасқан кіші залдың жұмыс жасайтындығы жайлы хабарлаймыз. Сіздерді бұрынғы мекен жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларына мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын. Павлодар облыстық көркем сурет музейінде күрделі жөндеу жүргізілуде. Соңғы рет галереяны 2016 жылы қалыпқа келтірген. Мәдениет басқармасының басшысы жұмыс кесте бойынша жүргізіліп жатқанын атап өтті. Не жаңартылатынын тілшіміз біледі. Жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша жөнделетін нысандар тізіміне облыстық көркем сурет музейі де кірді. Бұл ғимарат 1964 жылы келушілер үшін есігін ашқан болатын. Ол кезде коллекцияда 46 туынды болған. Қазір қорда шамамен 6000 көрбе дана бар. Барлығы толық қауіпсіздікте деп сендірді өнертанушылар. Ал ғимаратты жаңартқан соң Қазақстан және әлемдік бейнелеу өнерінің жауһарлары одан да сенімді орында болар анық. Сметада шатыр мен қасбетті жөндеу, үлкен және шағын залды әктеу, сырлау жұмыстары. Сонымен қатар көркем сурет музейі қорын сақтау үшін жабдық сатып алу қарастырылған.
Мәдениет басқармасында конкурсты қайта жариялауға тура келгенін айтты. Алғашқы жеткізушілер тендерге қатысқаннан кейін жөндеу жұмыстарын жүргізуден бастатқан. Бұған қарамастан қалпына келтіру жұмыстарын 26 қазанға дейін аяқтауды жоспарлауда. Облыстық көркем сурет музейін жаңартуға 90 миллион теңге бөлінген. Жаңа мердігер әзірге 67 миллион алған. Өнертанушылар жаңартылған ғимаратта суретшілермен кездесіп, шеберлік сабақтары мен тұсаукесерлер өткізуді жоспарлауда. Алайда бұл үшін облыстағы эпид жағдай жақсару керек. В принципе, с прошлой недели идут уже ремонтные работы. Жөндеу жұмыстары өткен аптадан жүргізілуде. Барлығы кесте бойынша атқарылуда. Көркем сурет музейін күрделі жөндеу бойынша еш мәселе жоқ. Облыстық көркем сурет музейіндегі қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Аймағымызда жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 22 мәдениет нысаны жөнделмек. 3 ғимаратта барлық жұмыстар аяқталған. Баянауыл ауданының архив бөлімі, Екібастұз қаласында орталықтандырылған кітапхана және Тереңкөлдегі мәдениет үйі жаңартылған. Айдмұхамбет Айғожа, Азамат Айтхалин, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Ертіс хоккей клубының капитаны Павел Жиляков командада қалатыны туралы мәлімдеді. Әйгілі ойыншы жаңа келісім шарт жасауға дайын. Өткен маусымда спортшы 47 матчқа қатысып 27 ұпай жинады. Алда спорт жаңалықтары. Тұрақты жұмысқа келесі жұмыскерлер қажет. Құрылысшы, әрлеуші, монтаждаушы, құрастырушы, әртүрлі жұмысты атқара алатын жұмысшылар, жүктеушілер. Анықтама телефондары 8-702 814 07 39. Қазақстандық премьер-лига қайтадан демалысқа шығады. 4-ші турдың өткізу күні елде карантин тәртібі күшейтілмек. Сол себепті барлық спорттық шаралар тоқтатылады. Алайда даладағы жаттығу жұмыстарына тыйым салынбайды. Жас волейболшылар маусымға дайындық үстінде. 36,3 температура у ребенка. Все в норме. Тепловизор мен санитайзер әрбір командада болуы қажет. Жаттығу жұмыстары дәрігерлердің қарауынан өткеннен кейін ғана басталады. Тәртіп қатан. Осылайша бапкерлер өз спортшылардың денсаулығына алаңдайды. Жас волейболшылар жаңа маусымға дайындалуда. Бүгінде жағажайда жаттығып жүр. Тіпті арнайы техникалық әдістемені қолданады. Кермеге тартылу мен төзімділікті арттыратын элементтерді пайдаланады. Мамандардың айтуынша, оның алдында мұндай үлкен қашықтықтарға жүгірмеген. Күзгі кезеңдегі жарыстарға физикалық тұрғыдан дайын болуы керек. Алайда ойын тәжірибесі аз болмақ. Себебі өрендер көктемдегі бірнеше сайыстан қалыс қалған. Жазда спаррингтері де өтпеді. Осы ретте өзара бөлініп ойнауға мәжбүр. Павлодарда қалалық шут батл аяқталды. Баскетбол мен стритбол сайысына атлеттер жаппай қатысты. Барлығы санитарлық нормаларды сақтады. Шут-батл немесе лақтыру дербиі. Бұл қалалық стритболдан өткен алғашқы жарыстардың бірі. Жалпы 3 кезеңнен тұрады. Ережесі қарапайым. Ең бастысы әлеуметтік ара қашықтықты сақтау. Игроки руки не жмут. Ойыншылар қол беріп амандаспайды. Жарысқа қаланың барлық стритбол алаңдары қосылды. Бұл ретте Саяжай ауданы, Химкалашы, Қосолка және орталық жағажай. Әрбір жас санатында өзінің төрешілері болды. Ол хаттама толтырады. Қатысушылардың саны 100-ге жуық. Ең кішілердің жасы 14-тен басталса, үлкендері 40-тан асқандар. Барлығы өз тобында үздікті анықтайды. Жалпы 9 рет сақинаны дәл көздеуге болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша бәсекелестік жоғары. Шут-батлдың кейбір жеңімпаздары овертаймда анықталды. Мұндай жағдайларда біз овертайм береміз. Қатысушылар кезекпен лақтырады. Қиыс кеткен жеңіліске ұшырайды. Дерби қорытындысы бойынша 7 жеңімпаз анықталды. Олар Нариман Жұманов, Арғын Бакенов, Алтынбек Бишенбаев, Алексей Даренко, Евгений Ухова, Ирина Шаврина және Жұлдыз Байдүйсенова. Павлодарда дойбыдан халықаралық онлайн жарыс аяқталды. Зияткерлер 7 кезең бойы үздік атаққа таласты. Әуесқойлармен қатар кәсіби спортшылар да тіркелді. Дойбыдан өткен онлайн жарыс аймақ зияткерлерінің басын қосты. Үйреніп қалған кабинеттің орнына ғаламтор платформасы. Бірінші жүлделер ерлер арасында ойналды. 7 турдың қорытындысы бойынша Мирас Әбілдинов жеңіліссіз келді. Өрен осыған дейін қатемен жұмыс жасай алды.
Победителями стали вот среди... Кіші топта Ақтоғай ауданының өкілі Қадал Төлеген. Арулар арасында Қабдырова Толғанай жеңіске жетті. Ересектер тобында Әбілдинов Мирас үздік атанса, қыздардан Ахмет Аружан чемпион. Осындай онлайн жарыстардың арқасында ойыншылардың деңгейі артады. Спортшылар республикалық жүлделер үшін таласуға дайын. Солардың бірі жаз соңында жоспарланған. Спорт туралы бүгінге осы демалыстарыңыз сәтті өтсін деп мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Шілденің 4-іне арналған ауа райы болжамымен Бибінұр Хамитқызы. Армысыздар. Алматыда күн ашық болады, 25 градус жылы. Көкшетауда көшпелі бұлт шығып, ауа температурасы плюс 21 градусқа тұрақтайды. Петропавл, Өскемен және Семей өңірлерінде жауын шашынды, 22 градус нөлден жоғары. Қарағанды шаһарында жауын жауып, найзағай ойнайды, 20 градус жылы. Ал елордамыз Нұр-Сұлтанда жаңбыр жауады, плюс 22. Қазгидромет орталығының синоптиктері Павлодарда жауын шашынды. Ауа температурасы күндіз плюс 21, түнде плюс 15 градус болады деп болжайды. Амандықпен жүздескенше.